4-ші класстан бастап біз жаңағы жоғары классқа есеп боламыз. 4-ші класстың баласы қазір жыламай тамағын ішпейді ғой. Сол қапқа жаңағы көрпе жастығымыз салып алып, аяғымыз салып, жердің басына барып масақ тереміз. Жаз болса сол күрішті отаймыз, суды кешіп белуардан. Өзіміз кішкентайымыз мына белуардан су кешеміз. Күріштің отағын қолмен отаймыз. Төбеде ыстық күн қайнап тұрады, маса деген жаудай болып тұрады айналаңда. Күз болса жаңа масақ тереміз. Ол кезде жаңа колхоздың жүгері кетті, сол жүгерінің собығын айырамыз қолдап. Қолдап тасып, оның қырманға келіп, оны аршып, оны машинаға тиеп, ауылға жібереміз. Сондай біздің оққанда жаңа көктемде 2 ай, күзде 2 ай бізді жұмысқа салып қояды колхоз бастық келіп, өтініш айт мектептің директоры. Өйткені қол жұмыс бәрі қолмен атқарылады. Жұмыс қол жетпейді, техника жоқ ол көздері. Апа, 30 жыл күрішші болыпсыз. Жер ананың берген жемісін шашпай, төкпей, жинап алу басты мақсаты. Күріштің де өзінің құпиялары бар. Оның баптауының да оның құпиялары бар. Енді ана жүрекпен жасаған нәрсе жүрекке жетеді дейді ғой. Өзің ықыласыңды, бар ықыласыңды салып, бар махаббатыңменен сол күрішке мойныңа алғаннан кейін содан мол өнім алсаң, ертең өзің жейтін наның, әрі абыройың, халыққа тигізген пайдаң. Күріштің міндеті атыздың 4 бұрышын төлдей алағаттамай, ойын суға тұншықтырмай, биігін күнге күйдірмей, соны алып шығу керек. Күрішінің міндеті. Сол күрішті ол да бір бала сияқты нәресте. 40 күн жақсы күткен күріш, сол жақсы күріш болады. Өйткені 40 күннен кейін бұл анау есін жиып, күріш судың бетіне түгел шығып, түп айырады. Соған дейін жақсы күтсең, әрі қарай ол күріш жақсы болып кетеді. Апа, өзіңіздің еңбек өсіреді дейді ғой адамды. Кеудеңіздегі ордендеріңіз, барлығы өзіңіздің жастайынан бейнет көрдім деп жатырсыз. Бейнеттің қазір зейнетін көріп отқан адамсыз ғойсыз. Халық қалаулысы депутат болдым деп жатырсыз. Қандай мәселелер сол кезде өзекті еді сол жылдары? Мынау неде ол кезде типовой больница жоқтығын терең өзекте. Қазіргі осы больница үш типовой. Сол больницаны менің наказым сол салынды. Сосын орталықтан үлкен бір монша салынды ауданда. Бір 3-4 үйге үй салып беруге көмектестім. Жаңа көп балалы, кедей, жағдай жоқ. Сондай бір құлайтын дәрежеде тұрған бір тоқалтамда отырған бір 2 бөлме. Бала шағасы көп бірақ тамсалуға жағдайы жоқ. Сол кезде сол кісілер өтініш жазып маған 4 үйге үй салдыруға көмектестім. Керемет апа, өзіңіз Шіркейлі ауылынан деп жатырсыз ғой. Мен де Шіркейлі ауылының келінімін. Ауылға барған сайын мен білем. Тұрақты қыстай, жаздай өзінің тұрақты жұмыс болады ауылда. Жазда шөп ору, егін егу, еккен егінді текке кетірмей басып алып жатады. Қазіргі жастардың осы қара жұмысқа қызығуы бар ма? Жастар жағы бара бермейді. Бірақ енді халық ел бар. Көршекпей қайда барады, трактор айдамай қайда барады. Сол елде отырғасын жаңағы тіршілік керек қой, бала шағасы бар. Жұмыс істеп жатыр ғой балдар. Апа, бұл бір шәугім шай бағдарламасы негізгі мақсатымыз осы өзіңіз сияқты еңбек адамын насихаттау, сіз сияқты қарапайым еңбек адамын көпшілікке таныту. Бүгін өзіңізбен сұхбаттасып отырып, бала күніңіздің, жас күніңіздің қиындықпен, бейнетпен өткенін, бірақ соның қазір жемісін көріп отырған ана ретінде біліп отырмыз. Дәл өзіңізбен сұхбаттасудың өзінен бізге үлкен пайда, өнеге алып жатырмыз. Мен мектепке кештеу бардым. Ауылда ол кезде мектеп 8 жылдық болатын. Сол 8 жылдықты бітіргеннен кейін мен тұрмыс құрып кеттім. Өйткені ол кезде ауылдың 10 жылдық кейін ашылды ол көздері. Мен мектепке өзім кеш бардым, кеш берді мені. Анау әкешеміз малда, сыртта жүрді де, сон реті солай болды. Содан бастап, енді мектептен бастап, біз бастадық қойды. Мектептен бастап жұмыс. Оған әптен пісіп, қайнап пісіп еңбектің қазанында сөйтіп өскен адамбыз ғой енді біз. Қазір нешедесіз апа? Қазір 76-ны бітіріп 77-ге қарадым. Сіз жас көрінесіз. 77-ге, 70-тен асқан адамға
бұл барлығы өзіңіздің жаңағы еңбекті қанша қиын болса да бір махаббатпен сүйіп жасаған жұмысыңыз. Өйткені айтып жатырсыз, сырттан келеді, біреу жоқ іздеп келеді, біреу шаршап келеді. Барлығын өзіңіз шаршап тұрсаңыз да қонаққа күтім жасағансыз. Оларға ренжуге болмайды ғой. Олар да шаршап келеді ғой. Сосын оның да көңілін табу керек. Енді қыстығын сауыннан өлейін деп келсең, онда үйде қонақта болып отырады, оның да бабын табуың керек. Ол өйткені сен іздеп келіп отыр ғой. Иә, сол барлығына өзіңіздің көңіліңіздің ақпейілділігі ғой, жүрегіңіз кең жан екенсіз. Көп рахмет апа, бүгін біздің бағдарламамызға келіп жатырсыз, ой пікіріңізді айтып жатырсыз. Бізде бұл бағдарламада дәстүрлі сұрақ айдары бар. Анаға тағзым орталығына келіп жатырсыз. Қандай тілек айтасыз орталыққа? Кәсіптеріңе береке берсін, оттарың басына амандық берсін, елімізге тыныштық берсін, Алла бейбітшілік берсін, осы бағытынан таймасын, өсіп өркендей берсін еліміз. Өсіп батыр, өркендеп батыр. Шүкір, мынау жылдан жылға көркейіп батыр қаламыз, дамып батыр. Осының бәрі Құдайға шүкір, жаңа бейбітшіліктің арқасы, осының бәрі тыныштықтың арқасы. Осы тыныштығымыз, бейбітшілігіміз мәңгі болсын, балдарымыз аман болсын. Кілең шаттықта, жақсылықта аман сау жүре беріңдер. Әрдайым жұмыстарыңа жеміс берсін. Амин. Бүгін бізде жай ғана еңбек адам емес, 2 мәрте еңбек даңқы орденін алған, көп балалы анасыз, батыр анасыз, әрі халық қалаулысы болып кезінде өзіңіз жас кезіңізде депутат болғансыз, халықтың мәселесін шешуде үлкен жұмыс атқардым деп жатырсыз. Ең басты халыққа керекті аурухана салуға өзіңіздің үлесіңіз бар екен. Сіз де адамның бүгін бағдарламамызда қонақ болғанына өте қуаныштымыз. Өйткені әрбір айтқан сөзіңіз бізді жас оқырмандарымыз көрсе, соның өзі пайдасы тиеді деген сөз. Өйткені өмір жолыңызда қиындықты көріп жатырсыз, бейнетті көріп жатырсыз, бірақ еш қаймықпай, ешкімге ренжімей атқардым деп жатырсыз. Өзіңізбен сұхбаттасқанымызға өте қуаныштымыз апа. Аман болыңыз, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің ортасында әдемі қартайып, көпке үлгі болып ақыл айтып жүре беріңіз апа. Рахмет, рахмет.